Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, қамыры жұп-жұмсақ, ерекше дәмді болып шығатын нағыз пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Пиццериядағы пиццалардан кем түспейтін, үй жағдайында өте дәмді пицца дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, кейін оның үстінен ашытқымызды саламыз, тұзымызды, қантымызды қосамыз. Және де сұйық майымызды құйып, жақсылап бір қайтара араластырамыз. Кейін оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамыр бізде орташа қаттылықта болады. Одан қорықпай-ақ қойыңыздар, қатты болады деп ойламаңыздар. Жақсылап ең қандырып илейміз және де жарты сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоясыздар. Кейін жарты сағат өткен соң қамырды алып, теңдей екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөліп, күлшілеп аламыз. Одан кейін ыдысымызға салып, бетіне аздап сұйық май жағып шығамыз. Және де бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін қамырымыз әдемі болып көтеріліп шығады, көріп тұрғандарыңыздай, және де жұп-жұмсақ болады. Осы кезде духовкаларыңыздың ең жоғарғы градусына қоясыздар. Мендегі ең жоғарғы градус 250. Ең жоғарғы градусына қойып, духовкамызды қыздырамыз. Қамырымызды жайып, противенге орналастырып, мен бұл жерде соус, кетчуп пен майонез қолдандым. Екеуін араластырып жағып аламыз. Кейін оның үстінен сыр пайдаланамыз. Және де шұжық пайдаландым. Негізінде начинка өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Сырымызды сеуіп алып, оның үстіне шұжықтарымызды қойып шықтым. Духовканың ең жоғары градусына кем дегенде 7-8 минут аралығында пісіп шығады. Одан артық ұстамаңыздар. Бетіне тағы да аздап сыр септім. Духовканың ең жоғары градусына кем дегенде 7-8 минут аралығында пісіп шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, пиццаларымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бір қамырдан 2 түрлі пицца дайындадым. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.